Мына жіпке қарағанда жіп төбеде ұшып тұрғандай. Путешествовал по свету в поисках достойных противников. Панданың оң қолындағы таяқ неге солуға ауысып кетті? Короче, сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтанымыз арнасы. Біз бүгін Кунг-фу пандадағы қателіктерді айтатын боламыз. Егер осындай формат ұнаса, лайк басып арна жазылып кет. Онда біз бастаймыз. Бұл жерде панда өз тарихын айтып жатты. Бірақ кенеттен құрт па бірдеңе жоғалып кетті. Панданың жанындағы картошканың қабы өздігінен жоғалып кетті. Обезьяна, богомол, журавль, гадюка, тигр. Жоқ, айтшы, сен қуасың ба, қумайсың ба, панда? Әбеке, мынау сен жіберген мастерің біле. Білмейді ғой нақы менен сұрап тұр ғой. Енді қараңыздар, бұлардың аттары кәдімгі жануарлардың аттары. Тигрица деген сияқты. Сонда егер 4 тигр болса, бүкілінің аты тигрица бола ма? Сорпа емес, лапша. Панданың көлеңкесі басқа жаққа кетіп қалды. Место тоже здесь. Нет. Твое у столиков 2, 5, 7 и 12. Лапшаны жерден алып шықты. Мына кісілер тек қана лапша жейткен, ал лапшада ештеңе жоқ. Бірақ та оларда жеміс жидектер толып тұр. Не надо, нет! Неге бұлар есікті жауып алды? Мағынасы бар ма? Пода қабырғада қалды, ал мына жерде жоқ. Время начинать турнир! Сейчас мастер Угвей изберет. Уақыттың қалай өткенін бір құдай біледі, бірақ көлеңкелер әлі сол қалыпта. Поның беті кірі болып жатыр, бірақ құлағында тап-таза. Осы жерде конфеттер атылып жатыр, бірақ бұл жер тап-таза. Не надо, нет! На дракона! Что? 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 Есікті ашуға болады екен ғой. Бег из тюрьмы Чаргам невозможен! Әлі түсіме отырым, неге олардың факелдары қып-қызыл. Ал неге құйрығын байламаған? Құйрық арқылы неше түрлі техника жасауға болады ғой. 5000 воинов, мастер Шифу. Негізі бұл панданың артына құлаған, бірақ алдында жатыр. Біресе алдына, біресе артына, короче, қозғалып жатыр. И начнем с нуля. Нулевой уровень. О, нет, нулевого уровня не бывает. Панда дым білмейді ғой, оның қалай уровені болады. Я и твой фанат. Пол сынып қалған болатын, ал мына жер жөнлік біткен. По көп персей лақтырды, бірақ бұл жерде үшеу ғана. Мына жерде 4 найза тұр, бірақ ол 3 найзаны атты, бірақ та 4 найза қайттан келді. Мына жерде сарбаздар аз сияқты болған, ал оқтары көп. Тайлунг ұшалады екен. Немножко размяться. Ты застрял. Ну, скорее. Да, я... Қалай сонда ол қыстырылып қалды? Оған алдыға және артқа құлауға болады ғой. Годы уходит на то, чтобы добиться такой растяжки. Шифу осылар лақтырғанда әлі ана жерде басқалар тұр. Бірақ та бұл жерде ол көрінбейді. Взгляни на схему еще разок. Ал мынау схема ма? Что-то ұқсамайды. Ал мынау жерде жарық жай ғана шеңбер болып тұр. Не көлеңке жоқ, ештеңе де жоқ. Редисканың шеті кесілмеген, ал ұшып бара жатқанда кесіліп тұр. Тигрицада қолында ештеңе болмаған, ал қазір бар. Думал у себя в голове. Бір қасықпен 4 кесені толтырды. Редисканы неге тез салып жіберді? Сонда ол 10 секундта пісе ме? Мына жерде мынау зат алда тұр, ал қазір артта. Лети назад и скажи всем,
что настоящий воин дракона идет домой. Хорошие новости мне сейчас не помешают. Тайлунг ұшатын қысамда тез келді. Ай ондай үлкен болмайды. Ал күн үлкен болмайды. Сейчас в 3 метрах над землей. Жоқ, бұл жерде максимум 2 метр. Өкінішке орай, бұндай тамақ шифуға симайды. Түсінбедім, Тайлунг қалай кәттеніп жүр? Оны бірі итерді ма, әлде өзі ма? Ты мною гордился! Кунг-фу панда өмірінде тіпті жүн өртенбейді. Жаңбырлы тұман дала қазір жап-жарық болып кетті. Кручу вверх. Поуда осы жерде 2 бамбук, ал қазір 4. Мың бұқаның көтін айырған Тайлунг бір панданың ударына шыдамай кетті. Бағынан бері халық әлі келе жатыр. Ал бұл кадрда олар алыстаған еді. Тайлунг бұл үйді сындырып тастаған еді. Ал қазір ол жөндеп қойыпты. Пандадағы плащ жай ғана фартук болып шықты. Мастер! Бұл кадрда ол қылыштың жанын ажытқан еді. Ал қазір ол қылыш жоқ. Осылайша біздің видеомыз аяқталды. Арнаға жазыламыз. Жаңа шыққан видеоларды көріп кетеміз. Қош, сау болыңыздар.